Сәлем достар, бүгін біз осындай өте дәмді табада орама дайындадық. Видеоны соңына дейін қараңыздар, және де мені арнама тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Ыдысыма бір жұмыртқа, тұз, жылы су құйып, барлығын жақсылап араластырып дайындап қойдым. Алдын ала електен өткізіп алынған ұнымызға қысқа сақтап қойған аскөгімнен қосып, жақсылап араластырып қамыр елейтін боламыз. Аскөк қосылған қамыр өте дәмді болады екен, сондықтан да сіздерде достар дайындап көріңіздер. Бастапқыда осылайша қасықпен араластыра отырып, одан соң қолдың көмегімен жақсылап қамыр елейтін боламыз. Қамырымызды елеп болғаннан кейін жарты сағатқа тындырып қоямыз. Мен өзіме қажетті картоп, сәбіз, сарымсақ, пиязымды әдемілеп турап дайындап қойдым. Және де ораманың арасына салатын салмасын да дайындап қойдым. Етті ет тартқыштан өткізіп, оған картоп пен пияз және тұз бұрышын қостым. Қызып тұрған табамызға осылайша пиязымызды қуырып, оның үстіне сарымсағымызды, сәбізімізді салып, аздап қуырамыз. Томат пастасын қосамыз. Аздап қуырылғаннан кейін картопты да салып қуыратын боламыз. Одан соң су құйып, бетін жауып қоямыз. Астын баяу отқа қойып, ораманы дайындаймыз. Салмасын алдын ала дайындап қойдым. Енді қамырымызды жұқа етіп жаятын боламыз. Достар, мені арнамда сіздерге арналған өте қарапайым, жеңіл рецепттер бар. Сондықтан да мені арнамды жіберіп алмаңыздар. Қоңыраушаны басып қоятын болсаңыздар, мені арнамдағы өте қарапайым рецепттерді сіздер бірінші болып көретін боласыздар. Сондықтан да қазақша контенттің дамуына сіздер де үлес қосыңыздар. Менің арнамдағы барлық рецепттердің құрамы описание бөлімінде жазылып тұр. Мінекей қамырымызды осылай жұп-жұқа әдемі етіп жайып алдық. Енді оның арасын сұйық маймен майлаймыз да, арасына салатын салмасын салып, орама етіп орайтын боламыз. Осылайша жарты бөлігін дайындап алдым. Жарты бөлігін орап болғаннан кейін, келесі жарты бөлігінде майлап, арасына салмасын салып орайтын боламыз. Мінекей достар, біздің орамамыз дайын болды. Жиек бөлігін осылайша жабыстырып жібереміз де, табамызға салып 5 минуттай қайнатамыз. Бетін майла жібереміз де, бетін жауып 40 минуттай пісіріп алатын боламыз. Мінекей достар, біздің орамамыз пісіп жатыр. Өте дәмді, иісі бұрқырап, мұрын жарады. Орамамыз дайын болды. Енді ыдысымызға салып, отбасымызға ұсынамыз. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай достар, біздің орамамыз дайын болды. Өте дәмді, керемет болып шықты. Сіздер де дайындап көріңіздер, ұнайды деген ойдамын. Біздің отбасымызға өте қатты ұнады. Осылайша достар, өте тез арада мантаваркада пісірмей-ақ табада осындай орама пісіріп дайындап көріңіздер. Ас болсын достар, келесі кездескенше.